қалғалы көп болды. Дүния фәни бұл жалған, түбіне соның жетем деп қызықтап кімдер қумаған. Ал тірлікте жиған абырой ақырда иман болмаса, айдей туғаннан жақсы тумағы. Неше бір патша өткені жоқ, әтірет қолы дулаған, зеңбірек оғыз улаған. Нешелер шайқы өткен жоқ, шәкірті қойдай шулаған. Ай суретін көтеріп ақ мешіті дулаған. Неше бір билер өткен жоқ, шежіре шешен зулаған. Әңгіме сөзі күмістей саралтынмен булаған. Нешелер батыр өткен жоқ, дұшпанын көрсе тураған. Талай әділі хан дөттау, азын көпке теңгеріп түресін айтқан турадан. Осылардай жандардың қарасаң байқап баршасы, қара жердің астында айдей сүйегі шіріп қурағы. Ескендір менен Сүлеймен, патшалардың бас еді Сүлейменнің жүзігі. Ал Исмағзамдыға жазылған қасиетті асыл тас еді. Нәбұрут жадат перғауын діні арам нас еді. Расулы пайғамбар айтқанына әуелден көнбеген жаны қас еді. Кәпірліктен танбаған Ибраим Мусаның айтқаннан нанбаған толықсыған мас еді. Перғауындай залымдай батырған нілге Мусаның қолындағы ас еді. Әуелден ақ әзәзіл Нәбұрут жадат патшаның шыбын кіріп миына салды жаман күйіне. Болыпты қатты азарай арпалысы ақыры содан тартты жазаны. Дұшпандық еткен әркімге алдынан шықты азабы. Ибраим Мусаны беттескенде кәпірмен шыдаттапты ғой назары. Ақырында имансыз тауыпты содан қазаны. Толыққан талай патшаның суыған сөйтіп базары. Шариғи кәміл шарифтен Алланың сүйген құлындай. Табалмайсың іздесең ақиқат көңіл тазаны. Айта берсек арадан айдей сөздер көп шырын мазады. Айдей, 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 еридей, айдей, айдей, айдей. Шабалдан алталаштың бір едік, кіші жүздің қазағы бұтырап жүрген шашылып, аяғына әр жұрттың халық едік жүрген басылып, сақырада умал жайып, қалалы жұртқа қол жайып келе жатқан келедік. Осындай түрлі күйменен бөлек-бөлек бөлініп, бір-екі мыңдай үйменен бұндай ұлы хакімдік бұрын соң бізге тимеген. Отырын тауып кент жұрт еркін алып билеген. Бұл күнде сізсіз қазақты қалалы жұртпен теңгелеп, шылбырынып тартып сүйреген. Қатарың жоқ тұсында жігітсің туған ілгері. 2-3 жыл болды ел үшін іждахат етіп жүргелі. Тек бүгін емес қашаннан біздің елдің біргеме. Ақылға терең дананып жақсының пұлын білмеді. Маяның ұлы бейбенбет алаштан қозған тілдеді. Әңгіме сөзің айтылған халқына форма үлгеді. Пайдасын айтып тұрғанда оғанда жазым таптырып, адайдың үркіп бүлінген. Оны менен кет алмай қайтып келіп бас ұрды. Орысқа қарап күндері аладық менен сол алаш. Қай күннен аузын бірледі. ішімізден бекет бір шыққан. Біз әр уақытты еледік, адай деген іргелі. 40-50 жыл болды Россия патшаның қол астына кіргелі. Айрықша басқадан абыройы әлі бар. Алланың берген бірдеме. Қанша жұрт болдық дегенмен қазақтың өзін басқарып,
Жоқ екен хандық сүргені, хан тұрды сізді дегенде, қуанып көңіл шаттанып қайыр болсын айтуға. Ал арзу көп келді көп халық, Ескендір мен Сүлеймен, солардан мирас сіздерге қалынған хандық патшалық иледік сондай бақтылы. Бұл күндегі адайда Ерғонайдың ақтығы, Тобанияз хан тұрып қазақтың ұлын тергеді. Қысылған күні қайратпен дұшпанға жұртын бермеді. Алладан қайтсын деп жүрміз, ел үшін еткен еңбегі, ортаға басын салып жүр уайым жұртқа енгелі. Асырып айтты демеңіз үшін алы қазақта, болған жоқ қатары денгелі. Баяны болса ұстап тұр, қазина байлық хандықтай, аршылан ерім әзері тұр, дұшпаннан қорғап алдыртпай. Жиналысты жер болса толыды жұрттың қамы үшін, сөз айтты қапы қалдыртпай. Ұраным адай болғалы келе жатқан еледік, шағылып тауым шалдықпай. Біз болмасақ өзгенің кетіріп есін тандыртпай. Мекенінен аудартып әркімдерді де қаңғыртпай. Малы түгел адамы алыныр жатыр салғыртпай. Замарасын қуырып ықты ярсыз қуылып, талайлар түсті тарлыққай. Абыроймен келеміз, сақтай көр Алла дұшпаннан, жағаға қолдау салдыртпай. Алдыңа келдім хакім хан, алдыңа келдім хакім хан, ай тапқасын пайда ақылдан. Байтаққа патша хан тұрып ай, ұстадың дерек зәкөнжаң. Қараңғылық ішінде ай, адасқан жолдан халық едік, рәушен жарық болдың шам, әтірет жейдің батырдан, бұқара жейдің мақұлдан. Алуан түрлі асыл сөз ай, өрнектеп тұрсың лебізбен. Дережең биік тұрғалы мұсылман үшін жер-жерге жүргіздің хабар хат жолдап. Тобекем ханды құрғалы, бұл айтқан сөздің бәрі шет, толы жұрттың қамы үшін. Жерің жоқ басып кезбеген ай, алталашпен ұрыста. Осы күн ау адам жоқ едей, сізді де танып сезбеген қамқорысың халқыңның. Ал артық кемін көздеген, ісік тентектің ай, түзеп тұрсың кезбенен. Орынбор менен оралдың, жиналған күні білгір ай, байладың буып сөзбенен. Жалған деп ешкім айта алмас, қайратыңды әр түрлі талайлар көрді көзбенен. Өлшеу жоқ Алланың жаратқан артық жанысың ай, тірлігін бөлек өзгеден. Бағасы қымбат сары алтын ой, пара-пар болмас жезбенен. Хандықтың бұрып құралы, әтіретпен аттанып 40 мың үйді басқарып, 2 мың үйді қараған. Бір болыстық болмасаң ай, мұндай ұлы дәреже бұрын соң біздер таппадық ой. Кете табын таз беріш 19 болыс адайдың. Үлгердің ісін атқарып ай, сен еңсесі биік алашың. Пан еткен пақыр саясың, бақытың биік алатын. Басқармаққа сұранып қазағыңда ойырдың. Қалалы жұртпен арасын бермей жүрсің азапқан ай, мұсылманның баласын. Адай түгел қазақтай ай, қатарың жоқ барасың. Ойласан өзің өлшеусіз, ақылға терең данасың. Аршылан ерсің дұшпанға ай, алдырмай жүрген шамасын. Баянымен болғай деп тілегің дау тілеп жүр. Әлі артыңда халқың қарашы. Жүрген жоқсың қай күнде, әңгіме жауап бастамай. Жорғасын шүргін басқан ай, тартылмайтын таусылып, өзеннің қайнар тасқан ай. Ал әуелден ақ пәш болды, дәрежеңнің асқан ай. Қанша болды деген мене, хан болған жоқ екен, көп болған менен басқадай. Адай түгел алаштың елей, қорғалап жүр панаңда осы күні сасқан ай.
хан патшадай хакімсің, әділсің күдір асқанай, келе жатқан әріден ғаділдікті тастамай. Ой, Асқардың адай алшындай, дұшпаның атта өтелмес ай, Асқарсың биік аршындай. Қараңғыда қазақтың ой, жүре дауласы аршылмай, айрыдың қайрат күшпенен, басқардың зәкөніспенен. Дәрежең биік хансың ай, арғатаң батыр қонайдың, жау өткен жоқ шаншылмай. Найзасына ұшынай, ұзалдан қонған әруақ, берген соң тәңірім қалсын бай. Келе жатқан орынсың, қасиет қайрат таусылмай, байтаққа патша хан тұрып, теңгердің бай мен малсыздай, қарастың жауыр жалсызға, ғаділдікті тақсырған шығар мәңгі жадыңнан. Келетұғын ажал бір күні жетіп бас салса, әлі кететін қағып аңсыздың. Атаңнан туып өнгенсін, талабың жоқ етпеген, дүнияға келгесін, алқадан тайқып таймадың, қайратың ау сенгенсін. Бұл күндегі дәрежең Бөкейменен Жәңгір хан солармен қатар теңгеліп, Ресейде қазақтың айрыдың жігін бөлгөсін. Қанағат етіп халқың жүр қайратыңды көргөсін. Адай түгел бүгінде қазаққа құрсау шеңберсің, халықты бақпақ қан тұрып, хакімдік пенен дәреже, екеуі де ауырыс, Аллаңыз қуат дем берсін. Халық үшін таққа мінем деп, талай рет бұрында мәжіліс құрған әр жерге, өңшең төре кілеңбек. Солардан кейін қалаулы әңгіме кеңес талай кеп, тай жоқ жансың тұсында, күннен күнге еселеп, шығардың жауап өнерлеп, халқыңның жайы жауабы, енді өзіңе тірелмек, жапа шектің жаңғиып, қам үшін жұрттың жүремдеп. Байылы табын жетіру үшана қазақ бір тілді, қоластың әкіремдеп, 27 болыстың басқардың елін түгендеп, халқыңның үшін қиындап, булаған алтын күмістей, сөйледің жауап іреңдеп, ақылынан адасты, жүрген жандар білемдеп, ойлаған жоқсың тұсында, дұшпанға тізе бүгімдеп. Бұрында өткен жандар бар, дәрежелі хандар бар, оларда кеткен байтақтан Бұқара жұрты жай тапқан, дүйім баям шыңғысқан, нәсілі нұрдан жаралған, халқына әділ қараған, ауыз түймей парадан, ақыр міскін бай мен бегі, ай жарлы жалсыз аз бен көп, бәрінде бірдей санаған әз Жәнібек ноғайлы, орыстан жебер алдырып, Аштарханды салдырып көрмеген қайры қаладан, ойыл қиыл қобделек жағалай жатқан саладан, күндердің күні болғанда алар деп кәпір жағадан, еділ менен нарын арғы жақ, асан қайғы қаз туған, орақ мамай телағыз, ерлердің жортқан жер екен, әскерін ертіп аламан, Қырым мен Қырғыз жұртынан, қарсының ұлы ері тарғын, қалмақты қуған шағаннан, тарғонысқа қамаған, Бөкейменен Жәңгірді ішкордаға байтақ жұрт, қан көтеріп қалаған, су менен нудан бос қалып, мекен еткен ел едік, Сахара майдан даладан, ол патша заман бұлағай, біреуді біреу талаған, Николай тақтан ауғансын, қазақты бөліп бақпаққа, жайшылығын таппаққа қансыз болып қарадан, рахматын ізденіп әлі күнге дұшпан қар бермей жүрсіз арадан, былтыр сізді қайтты деп хабар қылып айтты деп сонда бір қатты қайғырылдық, айрылдық деп қамқорданадан, қысылған күні жігіттің, сонда керек қайры, жайшылық күнде бер адам, бұдан артық асырып, мадиқтап мақтай беруге, сақтандым Алла панадан, Расулы Мұхаммед Алланың досы күткен сәт. Қиямет қайым болмаққа аспайды дейді ғалымдар, 1500 жыл шамадан, әл хазірет көшкелі 1340 жыл өткен, қаралғанда санадан, алуан түрлі асыл сөз ағынды бұла қайнар көз, ағытыла береді, бөгейінен дау сағадан.